Allahu Akbar, Allahu Akbar. Осылайша, құрметті жамағат, сұрап отқан нәрсеміз, егерде иманымыз үшін, ақыретіміз үшін, жолымыздың түзулігі үшін жақсы болса, пайдалы болса, мүмкін емес Аллах Тағаланың оның бізге бермеуі осы дүниеде. Қашан біз үшін сұрап отқан нәрсеміз бізге дұрыс көрінгенмен, біздің иманымызға, жолымызға, ертеңгі күніміздің бұзылып кетуіне, басқаша кейіпке қарай кетіп қалуымызға қарай Алланың білімінде зияны тұрса, онда Аллах Тағаланы бізге бермейді. Себебі Аллах Тағала бізге адал, бізді жамандыққа қимайды. Сөйтіп, біздің сұрап отқан нәрсеміз бізге жақсы көрінгенмен, Аллах Тағаланың білімінде дұрыс емес нәрсе болса, Аллах Тағаланың оны бізге бермеуі, оның бізге адалдығы, және альхамдулилля солай істегені, әйтпесе біз адасып кетеміз. Ал енді біз үшін қайырлы нәрсе болатын болса, мүмкін емес екен Аллах Тағаланың оның бізге бермеуі. Сондықтан да осы қадір түні 1 жылдық тағдыр жазылады дейді. Біздің пиғылымыз не тілеп отыр қазір? Келесі жылыңыз қандай болуы мүмкін? Келесі жылға сізге қандай өзгерістер керек? Рухани тұрғыдан, дүнияуи жақсы істеріңіз тұрғысынан, мысалы, саудаңызға ма, тағы да басқа. Сіз бір нәрсені ойлайсыз, бірақ Аллах Тағала білетін нәрсесі бар. Сол біліміне байланысты жүзеге асады. Сіз өзіңіз қалағандай нәрсені күтпеңіз. Сіз тек сұраңыз. Сосын Аллах Тағала сол сұраған нәрселеріңіздің, сіз 100 нәрсені сұрасаңыз, 100 нәрсенің ішінде Аллах Тағала сізге 70-ін беріп, 30-ын бермесе, онда 30-ында сізге бұл жылда ол қайырлы емес нәрселер. Сондықтан сізге 70-ін ғана берді дегендей. Сіз сұраңыз, 100 сұрайсы ба, 1000 сұрайсы ба. Өйткені сіздің сұрауыңызға байланысты көп нәрсе. Бір нәрсені сұрап тоқта қалмаңыз. Бұл түндер осындай нәрселерді жасау үшін Алла Тағаланың бізге берген сыйы. Сондықтан бұл түндердің 1 сағатын намазға арнасаңыз, тағы 1 минуттарын тозақтан сыйынумен жәннатты сұрау үшін ғана арнаңыз. Тағы 1 минуттарын сізді тура жолға салған үшін мақтаумен болыңыз. Тағы 1 минуттарын Аллах Тағаладан кешірім сұраумен, тәубаға келумен ғана болыңыз. Тағы 1 минуттарыңызды отбасы мүшелеріңізге арнап, салиқалы отбасы қылуын тілеңіз. Тағы 1 минуттарыңызды күллі туысқандарыңызды дізіп, соларға тура жол тілеумен болыңыз. Тағы 1 минуттарыңызда қандай да бір ауырып қалған туысқандарыңыз болса, бастарында бір тауқымет болып жатқан туысқандар болса, соларға арнаңыз. Яғни сіздің осы түндерде дұғаңызға кірмеген ешкім қалмасын.